андай бір ұнамайтын нәрсе бар да. Адамнан бірдеңкені сұрап жалынып алу ше. Лучше мен соңғы ақшамды берсем де, сол нәрсенің ақысын берген дұрыс деп ойлаймын ше. Андай біреуге қарыз болып қалған сияқты болғаннан гөрі. Сөйтіп, көкем бере салатын шығар, өзінің де оқырмандарына да тегін бөлісіп жүреді алдында деп сұрай салсам, өзінше қалыпты ғой. Жарайды, көреміз. Бір сұрап қалғанымыз бар еді деп ше. Бір білмеймін енді, оныкі де дұрыс бір жағынан. Тегін нәрсенің қадір бола бермейді. Адамдар тегінге үйреніп қалса, ертең өзі мысалы еңбек етуді, бір нәрсені сатып алуды ойламайды да, жеңіл келген нәрсеге жеңіл қарайды. Ал сатып алған затқа құнды қадірлеп солай қарайды да. Бір жағынан ол да дұрыс. Но кішкене сәл жын деп қалған бар. Мойындаймын оны. Құрметті менің инстамда қарайтын ер азаматтар. Сіздерге өтініш, бір ойларыңыз болса, мен танысады деген, или жауап жазады деген ойларыңыз болса, пожалуйста, отписаться етіп кетіңіздер. Менеджерға жазып, менің дайрегіме жазып, керек емес. Әсіресе жасы үлкендер өте көп шенде, 30-дан асқандар маған білмеймін енді дядя болып көрінеді ше, реально айтайын. Мен вообще ондай инстаграмда көп адаммен таныспаймын да, маған ол бұрыннан жат нәрсе ше. И дұрысы негізі отписаться етіп кеткендеріңіз, себебі бәрібір мен сіздерге ондай достық болмайды мен тараптан. Еще мен только негізі инстаграмда қыздарға немесе әйел адамдарға, келіншектерге арнап жүргіземін. Және көрсеңіздер немесе пайдалы нәрсе алып қалам деген сияқты нәрсе ғана көрмесеңіздер ниетте. Атак танысып қалады, қызығау деген сияқты ниетте керек емес. Біз Лиликошты далаға алып шықтық. Таң атпастан есіктің алдында бізде 24 сағат жұмыс істейтін магазин бар. Содан қазір тауық аламыз, сорпасымыз. Пока что Лили далада жүре тұрсын. Шөп жақсы көреді. Дала шөп жер деген жақсы көреді. Терезеден қарап отырам ғой, ал енді шықтым. Құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Жоқта күннен күнге ысып бара жатыр. Салқындай ма десек. Сонымен пробкада тұрмыз. Алматының пробкасы айналайын ғой. Көңгеннен басқа вариант жоқ қой жұмша. Пробкада тұрасың. Бүгін жұмыстармен шықтым. Бұйыртса шаруалардың барлығын бітіріп, бір жаңалықпен бөлісіп қалуым мүмкін. Күтіңіздер. Бүгін бір тылат жеңілдеп алдым. Жолда келіп ойланып бір музыканы тыңдап едім. Сол музыка өте қатты жүрегімді бүйтіп босатып, елжіретіп жіберді деп айтсам болады. Құрметті достар, эфирге дайынбыз. Сіздерге бір айта кететін жағдай, бүгін қасиетті жұма, барлықтарыңызды жақсылық жасауға шақырамын. Реквизит не істеп келатыр. Дұрыс, молодец. Не істетсіз өзі? Не істетсіз? Таң азаннан әйтеуір. Жоқ, таң азаннан сізге хабарға шалмадық. Жаттым. Не істеп жаттыңыз? Звондасақ алмайсыз. Жазсақ ответ қайтармайсыз. Попочкам. Ой. Ой, сен. Мен жон. Мен не бобон. Аны қарын осындай да керек болады. Үйде